Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Севилья Барселонадан орталық қорғаушы Жюэл Кундеге қатысты ресми ұсыныс алған жоқ. Бұл туралы инсайдер Фабрицио Романо хабарлады. Еске салайық, испандық бақ Кунденің Барсаға ауысатынын белсенді түрде хабарлаған. Болжам бойынша Блаугранданың бас бапкері Хави Эрнандес француздың трансферіне жеке өзі қызығушылық танытқан. Челси Манчестер Ситидің вингері Рахим Стерлингтің трансферін ақш-тағы жазғы тур басталғанға дейін аяқтағысы келеді. Бұл туралы белгілі журналист Низар Кинселла хабарлады. Көктер Ман Ситимен келіссөздерді жалғастыруда. Челси Стерлинг үшін 45 миллион фунт стерлинг төлеуге дайын. Герта Челсидің шабуылшысы Тимо Вернерді сатып алғысы келеді. Бұл туралы Sky Германия хабарлады. Қазірдің өзінде тараптар келіссөздер жүргізуде. Берлиндік команда Вернерге 2027 жылға дейін келісімшарт ұсынды. Тимо Вернер Челсидің негізгі құрамында ойнап жүрген жоқ. Неміс футболшысы осы жазда Стэнфорд Бриджден кеткісі келеді. Қорғаушы Калин Дагба ПСЖ-мен келісімшартын ұзартты. Бұл туралы журналист Фабрицио Романо хабарлады. Калиннің париждіктермен жаңа келісімшарты 2025 жылдың ортасына дейін созылады. Бірақ Дагба келесі маусымға Страсбургке жалға беріледі. Daily Mail басылымының хабарлауынша Кристиан Пуличич Томас Тухелден тағы бір мүмкіндік алғысы келеді. Американдық ойыншы Челсидің басты жұлдыздарының бірі болатынына сенеді. Лондондықтар бұған дейін Пуличичті делектке айырбастау идеясын алға тартқан болатын. Қазіргі уақытта бұл жоспар қарастырылып отырған жоқ. Игор Тудор Марсельмен келісімшартқа отырды. Бұған дейін Хорхе Самполи күтпеген жерден клубтан кеткен болатын. Тудор бұған дейін Веронаны басқарған. Өткен маусымда команда Европадағы ең жарқын командалардың бірі болды. Қарапайым команда агрессивті ойын көрсетіп, А сериясында маусымды 9-шы болып аяқтады. Марсель келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнайды. Команда Францияның вице-чемпиондары. Марка басылымы Родриго мансабын Реал Мадридте жалғастырады деп хабарлады. Футболшы клуб басшылығымен жаңа келісімшарт бойынша келісімге келген. Өткен маусымда шабуылшы негізгі құрамда көп ойнаған жоқ. Сонда да командаға үлкен пайдасын тигізді. 21 жастағы футболшыны Реал Мадрид болашақ үлкен жұлдыз ретінде қарастырып отыр. Оған кету сомасы ретінде 1 миллиард еуро бекітілді. НАТО Катарға әлем чемпионатында қауіпсіздікті сақтауға көмектеседі. Әңгіме химиялық, биологиялық және ядролық шабуылдардың қаупін алдын алу және залалсыздандыру туралы екендігі аталды. Бұған қоса ақш-тың ішкі қауіпсіздік департаменті өз рөлін атқарады. Катар билігінен ресми рұқсат алынды және Америка барлық ойындарды ұйымдастыруға қатысады. Барселона Фрэнк Кестемен келісімшартқа отырғанын жариялады. Миланның негізгі орталық жартылай қорғаушысы клубқа еркін агент статусымен қосылды. Ендігі кезекте басты жаңалықтар. Манчестер Юнайтедтің Чемпиондар лигасына шықпай қалғандығы және команданың трансфердегі сәтсіздіктерінен кейін Роналду MU-ден кетеді деген қауесеттер тараған болатын. Және қазір Daily Express басылымының хабарлауынша Челси, Наполи және Бавариямен Роналду үшін таласқа қосылды. Басылымның хабарлауынша Челсидің жаңа басшылығы Стэнфорд Бриджге жұлдызды әкелу үшін барын салады. Және қазір келіссөздер басталып кетті. Тухел Роналдуға жоғары баға береді. Бірақ дәл қазір неміс маманы португалдықты сатып алуға келісім бермегені белгісіз. Бұл жағдайда Манчестер Юнайтед Роналдудың сатылмайтындығын хабарлап әлек. Бірақ сонда да қызыл сойқандар футбол жұлдызының сатылуы мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Бірақ бұл ең соңғы болып қабылданатын шешім. The Independent басылымының хабарлауынша Криштиану Роналду Чемпиондар лигасында ойнайтын командаға ауысқысы келеді. Және бұны жүзеге асыру үшін жалақысын біршама азайтуға дайын. Андрес Кристенсен Барселона ойыншысы. Бұл ақпарат бұған дейін де белгілі болған. Бірақ бұл енді ресми. Ойыншына таныстырылуы сенбі күні өтеді. Бұған дейін лондондық Челсиде ойнаған даниялық Барселонаға еркін агент статусымен келді. Кристиан Барселонамен 2026 жылға дейін келісімшартқа отырды.
Ойыншының кету сомасы 500 миллион евро. Бұл Барселона үшін өте дұрыс шешім. Өткен маусымда каталондықтардың ең осал тұсы қорғаныс екендігі анық көрінді. Пике, Араухо және Гарсияға көмектесетін адам табылмады. Осының салдарынан қорғаныс үлкен қысымға ұшырап, көп жарақаттар туындап жатты. Командаға адам жетіспей жатқандығы анық байқалды. Қазіргі Барселонаның басшылығы бұрынғы президенттің жіберген қателіктерін дұрыстауға барынша тырысуда. Олар қазір арзан бағаға команданың осал тұстарын күшейте алатын ойыншы іздеуде. Және Кристенсен бұл үшін өте лайықты нұсқа. Daily Express басылымының хабарлауынша Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтедпен келісімге келді. Даниялық трансферлік терезе ашылғаннан бері еркін агент статусымен жүр. Осы жазда МЮ командадан Неманья Матич пен Поль Погба кеткеннен кейін жартылай қорғанысын күшейткісі келеді. Эриксен МЮ басшылығына командаға ауысқысы келетіндігін өзі хабарлаған. Жартылай қорғаушы үшін бұрынғы командасы Брентфорд, Лестер, Эвертон және Тоттенхэм таласуда. Қызыл сойқандар Даниялыққа 3 жылдық келісімшарт ұсынды. Бұл келісімшарт бойынша Эриксен аптасына 150 мың фунт стерлинг жалақы алады. Юнайтед қазір құжаттардың дайындығымен айналысуда. Бәрі дайын болғанда ойыншы медициналық тексеруден өтеді. Тексеру қарапайым болғанымен бұл ойыншы үшін өте үлкен кедергі болуы мүмкін. Өткен жылғы Дания мен Финляндия ойынынан кейін көбісі жартылай қорғаушы үлкен футболға қайта оралатынына сенбеген. Осы оқиғадан кейін Интер ойыншымен қоштасуға мәжбүр болған. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.